Баршаларыңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге песочный қамырдан ұйғыр самсасы мен және де капле самсасының рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, рецепт сақтап алыңыздар. Бір жасағаннан жұмсақ болып шығады. Алдымен бөлек ыдысымызға бір жұмыртқа және де дүкеннің 25%, не болмаса 20% қаймағынан 3 шай қасық саламыз. Одан соң су және де дәміне қарай тұз салып, жақсылап осы сұйық массамызды біркелкі етіп араластырып аламыз. Одан соң бөлек ыдысқа електен өткізілген ұн саламыз. Оның үстіне шай қасықты қатты толтырмай қамыр қопсытқыш салып, осы құрғақ ингредиентті бір араластырып аламыз. Содан соң салқын сары май салып, крошка жасаймыз. Мен қолданатын сары май станичный деп аталатын сары май. Сіздер өзіңізге ұнаған кез келген сары майды қолдансаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай сары май мен ұнды жақсылап араластырып болдық. Енді жаңағы дайындап қойған сұйық массамызды аз-аздан құйып отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Біздің қамырымыз қатты болмау қажет. Барынша жұмсақтау қамыр илеуге тырысыңыздар. Осы видеодағыдай жұмсақ қамыр иленіп шығуы қажет. Дайын болған қамырды теңде 2 бөлікке бөліп 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырды ұн сеуіп, жұқалап жаятын боламыз. Қазір видео барысында сіздерге толықтай көрсететін боламын. Міндетті түрде ұн сеуіп жайыңыздар, себебі біздің қамырымыздың құрамында сары май болғандықтан жұмсақ болады. 2 бөлік қамырды да бірдей жұқалықта жайып бірден дайындап алыңыздар. Жайып болғаннан соң ортасына ерітілген сары май жағамыз. Бірінші бөлік қамырға сары май жағып жатырмын. Екінші бөлік қамырды да дәл сол кезде жайып дайындап қойғандарыңыз дұрыс. Сары майды жағып болғаннан соң екінші жайып дайындап қойған қамырды осы қамырдың үстіне төсеп аламыз. Тағы да үстіне сары май жағамыз және де қамырымыздың ортасына ауа қалып қоймайтындай етіп, нығыздап осы видеодағыдай орап шығамыз. Одан соң қаласаңыздар бір күнге, не болмаса 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қалдырсаңыздар болады. Мен 3-4 сағатқа ғана қалдырдым. Енді кішкентай бөліктерге бөлеміз. Шамамен 40-50 граммен өлшеп алсаңыздар болады. Мен көз мөлшермен кесіп алдым. Содан соң орташа қалыңдықта жаямыз. Өте қатты жұқа қылып жаймаңыздар. Жайып болғаннан соң салмасын саламыз. Салмасына менде тартылған ет, пияз, дәміне қарай қара бұрыш, тұз салып жақсылап араластырамыз. Қазір сіздерге ұйғыр самсасының түйілу жолын көрсетемін. Түсінікті болу үшін видеоны ұзақтау етіп жатырмын. Бір үйреніп алсаңыздар, түйілуі өте оңай. Осылай қолымыздың көмегімен қамырымызды ішке қарай қайыра отыра ұйғыр самсасының формасын шығарамыз. Құрметті көрермендер, егер осы рецепт ұнап жатса, пайдалы болып жатса, каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, және де осы видеоны достарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіздер, өте қуанышты болар едім. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Қазір сіздерге екінші түрін, яғни капле самсаның түйілу жолын көрсететін боламын. Енді капле самсаны түйетін боламыз. Дәл жаңағыдай орташа қалыңдықта жайып, салмасын салып, алдымен бас жағын осылай түйіп аламыз, және де қалған жағын дөңгелек етіп түйіп аламыз. Сол кезде бізде капле самсаның формасы шығады. Бір үйреніп алсаңыздар, өте оңай жасалынады, қыздар. Барлық самсаларымызды түйіп болғаннан соң пергамент қағазының үстіне жайғастырамыз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз, және де қаласаңыздар ақ күнжіт, қара күнжіт сепсеңіздер болады. Алдын ала қызып тұрған печкіде 180-200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Әркімнің печкісі әрқалай, сол себепті қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Көріп тұрғандарыңыздай біздің самсаларымыз пісіп дайын болды. Өте жұмсақ және де дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса сақтап алып жасап көріңіздер. Сіздерге, сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Баршаларыңызға рахмет.